Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 113-ші сабағымызды бастаймыз. Қымбат арзан. Қымбат арзан дегеннің не екенін білетін боласың. Бірінші есеп. Сырым мен Әлияда 100 теңгеден бар. Сырым 2 тауар, ал Әлия 3 тауар сатып алды. Балалар қандай тауарлар сатып алуы мүмкін? Мысалы, сырымды қарайық. Ол 100 теңгеге, қараңыздар, 100 теңгеге 80 теңгелік және 20 теңгелік тауарлар сатып алды. Қараңыздар, сырым 100 теңгеге банан мен сәбіз сатып алуы мүмкін. Келесі Әлия. Әлия 100 теңгеге 3 тауар сатып алу керек. Ол мінекей. Әлия 100 теңгеге қызанақ, алмұрт және сәбіз сатып алуы мүмкін. Бізде не қымбат, не арзан дейді. Қараңыздар, банан қымбат, ал картоп, сәбіз, жүгері арзан. Себебі бананның бағасы 80 теңге, картоптың, сәбіздің, жүгерінің бағасы 20 теңгеден. Есінде сақта, құн бұл барлық сатып алынған тауар үшін төленетін ақша. Құны немесе бағасы туралы айтқанда арзан, кем, қымбат, артық сөздері қолданылады. Сондай-ақ заттың бағасын, құнын жоғары төмен деп те айтады. Екінші есеп, өрнек құрастырып, оның мәнін тап. Қай тауар қымбат, қайсысы арзан, қаншаға қымбат, қаншаға арзан. Мысалы, біріншісі, бұл жерде бізде алма қымбат, себебі ол 30 теңге. Келесі бізде қияр арзан, себебі оның бағасы 10 теңге. 30-дан 10 азайтамыз, 20 шығады. Олай болса, алма қиярдан 20 теңгеге қымбат, қияр алмадан 20 теңгеге арзан. Екіншісі, қараңыздар, бізде апельсин қымбат, оның бағасы 40 теңге, бұрыш арзан, оның бағасы 20 теңге. 40-тан 20-дан азайтамыз, 20 шығады. Жауабы, апельсин бұрыштан 20 теңгеге қымбат, бұрыш апельсиннен 20 теңгеге арзан. Үшінші есеп, теңдік құрастыр. Бізде азайғыш беріледі, азайтқыш беріледі, айырманың мәнін табуымыз керек. Мысалы, 9 азайтылған 5 мінекей тең болады 4. Мінекей құрастырдық. Келесі, 10 азайтылған 7 тең болады 3. Мінекей. Келесі, 8 азайтылған 2 тең болады 6. Және тағы біреуін құрастырамыз. 9 азайтылған 1 тең болады 8. Төртінші есеп. Есепте досының есептегенін тексер. 100 азайтылған 100 нөлге тең болады. 60 азайтылған 40 20-ға тең болады. 60-қа 40 қосқанда 100 шығады. 70-ке 20 қосқанда 90 шығады. 70-тен 20 азайтқанда 50 шығады. 80-ге 10 қосқанда 90 болады. 50-ге 30 қосқанда 80 болады. 60-қа 30 қосқанда 90 шығады. 70-тен 30 азайтқан кезде 40 шығады. 40-тан 20 азайтқанда 20 шығады. 90-нан 40 азайтқанда 50 шығады. 20-ға 40 қосқанда 60 шығады. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.